Осындай дәмді духовкада жасалатын орама жасап көргілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қарап, бірге жасап көріңіздер. Алдымен бізге ұн қажет, ұнымыздың үстіне жұмыртқа саламыз. Одан кейін 1 стакан суға 1 шай қасық тұз және 1 шай қасық сұйық май құйып араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін ұнымыздың үстіне суымызды құйып жақсылап қамыр илейміз. Бізде осындай жұмсақ қамыр шығуы қажет. Жұмсақ қамырымызды ыдысымызға салып, бетін жауып 5 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін қамырымыздың ішіне салатын салмамызды дайындап аламыз. Мен асқабақ, фарш, картошка және пияз қостым. Олардың барлығын бір ыдысқа асықпай салып аламыз. Асықпай салып алғаннан кейін үстіне 1 ас қасық сұйық май және шай қасықпен өзіміздің қалауымызша тұз және бұрыш қосамыз. Енді салмамызды жақсылап қолымызбен араластырамыз. Салмамыз дайын болды. Енді кезекте қамырымызды жайып аламыз. Қамырымыз осылайынан тегіс, жұқа, домалақ етіп жайылуы керек. Енді осы қамырымыздың үстіне бағанағы дайындап алған салмамызды асықпай жайып шығамыз. Салмамызды салып болғаннан кейін дәл видеода көрсетілгендей етіп орап шығыңыз. Орап болғаннан кейін табамызға салып, үстіне жұмыртқа жағамыз. Жұмыртқамызды жағып болғаннан кейін үстіне күнжіт немесе мак себуге болады. Енді дайын болған орамамызды 180 градуста қызып тұрған пешке салып аламыз. Мінекей біздің ыстық әрі жұмсақ орамамыз дайын болды. Сіз де осылай жасап көріңіз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.